шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені Гүлнарым. Хей, жаным деп Гүлнарым, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені Гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Жүрек дүрсілдетер, күлімдесең маған, сыйлайын мен гүлдер, арнап күнде саған. Гүлденіп тұр жүзің, гүл алып мен барам, келдім саған Гүлнарым. Хей, жүрек дүрсілдетер, Ал олай болса, құрметті бүгінгі мінеки Темірбек ағамызбен және Роман ағамыздың әулетіндегі болып жатқан тойға шақырылған қонақтар барлықтарыңыз келіп болған болсаңыздар, бүгін міне Рудныйдың баурайын нұрғаптады, жайқалып өсіп жатыр гүл бақтары, халқыма дүбірлетіп той жасады, қасиетті, қадірлі әлім елінің ұрпақтары деп, бүгінгі той иелеріне құрметті Ғанеке ағайындар, туғыл қошеметтеріңіз болсын деп бүгінгі тоймен бастаймыз. Бұл тойға ел ғашық, далам ғашық, сондықтан мен де келдім қадам басып, қазақтың салтыменен ең әуелі алайын сіздерменен амандасып. Ассалаумағалейкум аталар құбылаға бел бұратын, амансыңдар ма апалар ақын батыр бек туатын. Қош келдің құда жекжат нағашылар, әрдайым жақсылықты ем қылатын. Қош келдің әпке жерде қарындастар, арнайы ата-ананы іздеп кеп тұратын. Амансыңдар ма ағалар, 18 жасар қыздарға жақсы кеп тұратын. Амансыңдар ма жеңгелер, мойнына алтыннан трос таққысы кеп тұратын деп, бісмілләден қой бастайық арабшалап, ассалаумағалейкум деп сәлем бердім қазақшалап. Менің құрметіме болмаса да, бүгін мінекей бір басы екеу болып отырған Ілияспен және де осы әулетке түсіп жатырған келіндеріңіз Балнұрдың құрметіне қойыңыздар, шапалақтап ағайындар. Қош еместеріңіз болсын. Темір ағам шақырайын, Темірбек аға келіңіз. Ассалаумағалейкум, тойыңыз құтты болсын. Ана жерге қайтадан барыңызшы. Жаңа орныңызға қайтадан барыңыз деймін. Құрметті қонақтар, мен ортаға бүгінгі той иесін шақырайын, Темірбекті ортаға дейін қараңыз. Деді қошеметтеріңіз бе дауыстарыңыз. Рахмет. Бір өзі билеген қызық болмас, сонау туған жерден келген жеңгеңіз бар еді. Феруза. Қайда Феруза жеңгеміз, қайда? Келіңіз. Қош келдіңіз, қадамыңызға нұр жаусын. Мен сізді неге шақырғанымды білесіз ба? Білмесеңіз, нағысың бір билет беріңіз деп шақырдым. Қайнысы мен жеңгесі бір билеті алаяқта қанеге, ағайындар қанеге сіздерде тек қана қошемет болсын. Бізде бірімізге кет, жастар. Опа! Кешегі пәтіңіз бұндай емес еді ғой. Ау, қыр-сырыңыздың бәрін біліп алдық қой, бір сөткі жолда жүргеннен кейін танып қалады екенсіз ғой.
Олай болса, құрметті ағайындар, бұл кісілерді билетейін десем, ана музыкадан ұят болып тұр, сондықтан билет беріп қоя тұрайын деп жатырмын. Ал олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі мінекей той иелеріне тағы да бір қошемет деп қояйық. Жеңеше, қош келдіңіз, қадамыңызға нұр жаусын. Сіздің де әулетте тойлар болып, мінекей Темірбек қайныңыз сіздің әулетте тек қана тойға бара берсін дейміз. Құрметті ағайындар, соны Өзбекстаннан келген жеңгемізге бір туып ол қошеметтеріңіз болды. Қош келдіңіз, қадамға нұр жаусын. Десем, отыруды қадырады екенсің ешкі шайға. Ал енді тәке, абай атамыз айтады, адамның бір қызығы бала деген, баласыз көңіл шіркін толар мекен, дүбірлі той жасамай баласына, қазақтың жағасы жайлауына қонар мекен дейді. Бүгін мінекей Алталаштың басын қоспасаңыз да, ағайын туыс құда жекжаттардың басын қосып, бүгін мінекей бір балаңыз екеу болып, ақ көңілмен ақ дастархан жайып жатырыңыз. Тойыңыз тойға ұласа берсін, балдарыңыз бақытты болсын дейміз. Олай болса, менің тілегіме қосылам дегендер болса, ту қол. Ал енді, құрметті ағайындар, мінекей бүгінгі тойымызды негізі 12-ге шақырып едік. Сағат 12:30 болды. Енді келіп жатқан қонақтарға тағы да қош келдіңіздер дейміз. Сіздер ренжімеңіздер. Кеш қалып қойдық деп, просто біздер ерте бастай жібердік. Сондықтан сіздерден тағы да кешірім сұраймыз. Тағы да қош келдіңіздер деп. Бүгінгі тойымызды ақ дастарханды ашып беру үшін әулеттің үлкені дейміз. Асқар ағамызды бір ортаға шақырайық. Бүгінгі тойымыздың ақ дастарханымызды ашып берсін. Асқар аға келіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз аға. Қадамыңызға нұр жаусын. Бүгінгі мінекей тойымыздың ақ дастарханды ашып беру сізге бұйырып тұр екен. Микрофон кезек өзіңізде. Ассалаумағалейкум, құрметті той иелері, құрметті қонақтар. Бүгін Теміржанымыз баласын үйлендіріп, ат түйенің қаны жарылып жатыр. Теміржан тойларыңыз құтты болсын. Естібелі айын сіздерге де құтты болсын. Келін құда-құдағайлар көреге сіздерге де құтты болсын. Балдарыңыз үйленіп жатыр. Балдардың дені сау болсын. Заман тыныш болсын. Қатарының алды болсын. Ата енесіндей, ата-анасына үлкен қожалық болып, өз-өзінің көбейіп, қатарының алды болып жүре берсін. Адам баласы мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді ғой. Сол үшін атаның, бабаның жолын жалғап, үлкен қожалық болсын, семья болсын, үкіметке, елімізге, ата-анасына бір үлкен абырой әперетін азаматтар болып жетсін. Бүгінгі тойымыздың дастарханы ашып, алдарыңыздағы дәмсізден алып жатырмыздар. Тойды жақсы өткізеді деген сенімдеміз. Рахмет. Рахмет аға. Мінекей бүгінгі той иелерінің осына тойға келген қонақтарға да сый-сияпаты бар, оны да қабыл алыңыз. Ал енді құрметті ағайындар, ақ дастарханымызды бүгін мінекей Асқар ағамыз ашып берді. Ал енді сол өздеріңіз білесіздер, бүгін мінекей біздің қазақта айтады, өлі риза болмай, тірі байымас дейді. Мінекей артында қалған оңалар деп, бүгін мінекей Темірбек ағамызға осынау қанша жыл отаса да адал жар болып, мінекей қызғалдақта екі қызды және де ұлды өмірге әкеп беріп, бүгінде мінекей әруаққа айналған Рама анамызды бір керемет еске алып, содан соң бүгінгі тойымызды бастаймыз деп, мінекей той иелерінің сұрауы солай болып жатыр. Олай болса, бір минут үнсіздік жасап, Рама анамызды еске алайық. Рахмет, орындарыңызға жайғасып алайық, құрметті ағайындар. Рама анамыздың жатқан жері жайлы болсын дейміз, артында қалғандарына Алла ұзақ ғұмыр берсін деп, бүгінгі тойымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Тойларыңыз тойғаласа берсін, қазақ айтады, қонақ сөзбен тойдыра алмайсыңыз дейді. Алдарыңызға қойылған ақ көңілмен жайылған ақ дастарханнан алып отырыңыздар.
астарыңыз дәмді болсын деп бүгінгі тойымызды керемет әнмен жалғастырайық. Тойларыңыз тойға оласын. Әке, орныңызға болып отырыңыз. Өзім шақырып алам керек кезіңізде. Қажет жоқ. Мен көңілім болса да жылап қоюым да мүмкін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер ғой, бірақ. Олай болса, құрметті ағайындар, бүгін мінекей барлықтарыңызда сіздердің ақ тілек, ақ баталарыңызды алайын деп мінекей дастархан жайып отыр. Сондықтан тағы да қош келдіңіздер деп. Құрметті ағайындар, тағы да бір ескерте кететін жай, мен ешкімнің атын атап түстемеймін. Ортаға яғни барлығыңызды шақырамын, шақырғанда да ағайындар бөлек, нағашылар бөлек, жалпы барлықтарыңызды шақыратын боламын. Сол кезде маған ақ тілек бермедіңіздер деп, өйткені өздеріңіз білесіздер, тойға барғанда өзбекті билетпесең, қазақты сөйлетпесең, басың бәле қалады дейді. Той біткенде маған сөз бермедіңдер, мені бұрышқа тақап алып іштеп кеуіп жүрмеңіздер. Осы бастан келісіп алайық, жалпы шақыратын боламын. Барлықтарыңызда келетін болыңыздар айтқан кезде. Өйткені той иелерінің атынан мінекей кереметтей, яғни жиған тергені бар екен. Осы той сіздерге жұмысты болсын деген ниетпен иықтарыңыздан жауып жүретін болатын болыңыз. Олай болса, құрметті ағайындар, бүгінгі керемет ақ тілекті Темірбек ағамыздың ағайын туыс бауырларына бергім келіп отыр. Әлімдер, келіңіздер. Әлімнің ұлдары келіңіздер, жеңгелерімізбен бірге. Немаз сіздердің әулеттеріңізде той болып жатыр ма?
ұқсамайсыздар ма бір-бірлеріңізді біреуіңіз сүйреп келе жатсыздар жүрсейші мына жерге барайық шақырып жатыр ғой деген сияқты бір жақсылап билеп алайық та қайынды жеңге болып қанекей қарындаспен ағаларымыз опа қанекей әлімдер жақсылап билеп Рахмет, айтады біреудің әйелімен екі рет билесең, бауыр басып қаласың дейді. Сондықтан я. Сіздікі қайда? Көршілер қайда? Көршілерің қайда дейді. Ренжімейді ғой, болды. Олай болса, құрметті ағайындар, қош келдіңіздер, қадамдарыңызға нұр жаусын. Осы той баршаңызға шығысты болсын деймін. Ал енді микрофонды үлкен кісіге бермей тұрып, мен де өзімді бір таныстырып жіберейін. Менің есімім Әділбек, әкем аты Тұрғанбек, нағашым Аспан Кеди, ұруым Әлім Қаракесекпін. Мен үйленгенде де осы жерде шолдарлар бар ма? Шолдарлар. Барсыз ба шолдарлар? Сіздерді көргенде жүрегім бір рет ағалар. Өйткені мен үйленгенде де шолдардың бір сұлуын сүйіп өткем, әрбір айтқан жүрегім, сөздерін жүрегіме түйіп келем. Біле білсеңіздер, мен бойдақ кезде апа қана жігіт едім. Шолдардың қызына үйленгеннен соң семіріп, бірақ қап-қара болып күйіп кеткенде қойсаңдар. Бұл кісілер күйік емес, өмірге 4 баланы әкеп берді, соны бағып күйіп пісіп жүрген жайымыз бар. Олай болса, құрметті ағайындар, тойларыңыз тойға ұласа берсіңдер. Ақсақалдан бүгінгі тілекті бастаймыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті халқының үйі, қайырлы күндеріңіз барлықтарыңызға міне бүгін әлем төрт қаланың шобанның үйінде той болып жатыр екен, қожайындар отбасында. Мен үйленіп жатқан жастарға өмірде бақытты болыңдар дейміз, жұмысқа табысты болыңдар. Әр уақытта ата-ананың құрметіне бөленіп жүріңдер дейміз. Мына қазақта бір сөз бар екен. Айтайын деп отырғаным, босағаларың берік болсын дейді. Керегелерің кең, шаңырақтарың биік болсын дейді. Бұл сөздің мағынасында айтып кетейін деп отырған. Шаңырақтарың биік болсын дегенің күйеу балаңды, күйеуіңді құрметті деген сөз екен. Керегенің кең болсын дегені екі жаққа бірдей бол деген сөз екен. Босағаның берік бол дегені аузыңа тиылып, түздеген үйге, үйдеген түзге тасыма деген екен. Сол кезде балдар бақытты болады деген екен. Соның ішінде балдарымызға бақыт, әр уақытта ата-ананың құрметіне екі жақты сыйлап, бақытты өмір кешсін дейміз. Темір құтты болсын әр уақытта, үйіңде той болсын. Енді Алланың үкіміне амал жоқ, келін осы жерде тұрғанда ең үлкен не болады. Бұлай жоқ енді. Тағы да бір рет құтты болсын.
Assalamualaikum шалым. Бүгін мына үлкен қамалдарымыз бақытты болсын. Бүгін мына қолжеткіншіміздің үлкен той. Балдар бақытты, баянды болсын. Кейбір тойларды тойға жалғаса осы үйде бірлі шүбірлі немереңді етіп шөберек сетіп жүреді. Үнеміз тыныш болсын. Мен бүгін біздің әулетіміз өткен қуанышты той. Мен бүгін баламыз Ильястың үйлену тойы. Қош келдіңіздер. Тіккен отаулары биік болсын деп, босағасы берік, шарықтары биік болсын. Ең ақ, тәртіпті, бақытты семен арттыру болсын. Тойға жиналған қауым, тойда құтты болсын бәріңізге де жұмысты болсын. Темірбегіміз тойы бүгін той құтты болсын, жастар бақытты болсын, қуанышы ұзағынан болсын. Әрқашан болсын той беттерін той болсын. Ал құрметті қонақтар, мына бүгін жиналып жатқан себебіміз мінеге бүгін біздің Темірдің баласы Ильясжанның бүгін бас қосып жатыр екен келінменен бірге. Бұл екеуіне тілейтін тілегім өмірлері ұзақ болсын, дендері сау болсын. Әрқашанда осындай жақсылық тойда бірге жүре берсін, балаларымыз бақытты болсын. Бақыттан басқа не бар шаттық? Сол шаттықпенен бөленіп жүре берсін балаларымыз. Амандық болсын, той боласын, жақсылық болсын, амандық болсын. Сіз біздіктен айырмай осындай ойнап күліп жүре берейік. Бақытты болыңыздар. Ассалаумалейкум, тойшыл қауым. Міне бүгін Тимур ағамыздың үйінде үлкен той. Тойдың себепші Ильяс ініміздің бас қосқан бақытты той. Екі жас бақытты болсын, баянды болсын. Әрқашанда осы үйде үлкен тойлар бола берсін. Соның куәсі болып жүре берейік. Рахмет, құрметті ағайындар, ағайын тату болса ат көп деген, қабылсын тату болса ас көп дегендей, әрдайым тату болыңыздар, бір-бірлеріңіздің қуаныштарыңызды тек қана осындай керемет көңіл күймен бөлісіп жүрулеріңізге тілектеспін. Әлібек аға, өткенде үйіңізге орғанда шашыңыз қап-қара еді ғой. Жаңа көріп таңғалып қалдым да. Ең бастысы шашымызды ағартатын жанымызда жүретін жан-жарымызда аман болсын дейміз. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Олай болса, енді бағана дұрыс билемей едіңіздер ғой, бесплатно билейміз ба деп. Ал үстеріңізге иықтарыңызға жаптық, енді бір жақсылап бір таңдары өзіңізге билеп алыңыздар. Кеттік қана кеттік. Oynada gül bilir, sol saklanıp
достығымен мас қылады, сыйластығымен әулеттің бас қылады дейді. Егердім айтқанына көнбесең, ол алақанынан шығармайтын тас қылады дейді. Сондықтан есен абайла осындай әдемілеп көңіл күймен жүре бер дейміз. Ал енді құрметті ағайындар, біздің қазақ айтады, қонақ сөзбен тойдыра алмайсың, ас адамның арқауы деп, бүгінгі тойымызды қонағасы дайын болған екен, алдарыңызға тартуға рұқсат етейік қанекей. Ал қызметтегі ағалы інілеріміз, қандастарымыз, бүгінгі той қанекей. Ал құрметті ағайындар, бүгінгі мінекей тойдағы малдарыңызға тартылды. Олай болса 5 минут үзіліс береміз. Бұрынғыда 2 турап қолдарыңыз байланып әуре болмайсыздар, тек қана алдарыңызға салып жей бересіздер. Астарыңыз дәмді болсын, құлақтарыңыз әсем әнде болсын деп бүгінгі тойымызды керемет әнмен жалғастырайық. Kıymaydı canım
ақ тілектермен жалғастырайық. Үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашынан деп, бүгінгі тойымызға арнайлап келген сол Ілиястың барлық нағашыларын ортаға шақырайық мінекей. Келіңіздер, құрметті нағашылар. Рахмет. Енді осы нағашыларға қоса, бірақ бөлелерді де қосып шақырып жіберейік. Келіңіздер. Құрметті бөлелер, келіңіздер. Бөлелер бар ма? Келіңіздер. Рахмет. Қош келдіңіздер, құрметті нағашылар. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Бұл жігіттің бағашылар дейді, бүгін мінекей, яғни осы әулеттің өніп өсуіне үлкен үлес қосқан жандардың бірі сіздер. Сондықтан құрметті қонақтар, нағашыларға деген құрметіміз қандай? Дұрыс естілмей жатыр, бұл кісілер ренжіп жатыр, сонда біздер үшін тым айқай шу шапалақ жоқ па деп жатыр. Қанеке қошеметтеріңіз нағашылар өтеді. Рахмет. Олай шапалақ сұрамайын деп едім. Дәл бүгінде шоңбардың қызы бейт түреген қорқорып қанымнан қошемет сұрап жатыр. Ал нағашылардан кімден бастаймыз? Аға. Ағай. Ассалаумағалейкум. Қадамыңызға нұр жаусын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Осындай той сіздерге де жұғысты болсын дейміз. Біздің қазақ өзіңіз білесіз, жасы үлкенді құрметтейміз. Бірақ біздің қазақтың әйелдері қандай? Ер азаматты құрметтейді, сондықтан өзіңіз бастап беріңіз. Ассалаумағалейкум. Тойшылау. Темірмен тойың құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Екі жас бақытты болсын деймін. Өмірлері ұзақ болсын. Тіккен отаулары жаңарағы биік, керегісі кең, қосақасы керек болсын деймін. Темір кеу тойларын құтты болсын, әрқашан үйге той болсын. Ассалаумағалейкум, жамағат. Темір, баланың тойы құтты болсын, жастар бақытты болсын. Рамазанда әруақат пейзаж шығармышын. Әйелім, жастар бақытты болып жүресін. Тоймен шамалы сағанмен бір подаркымыз бар. Міне бүгін жиналған себебіміз екі жас бірін-бірі табысып отау көтерген тойы.
отаулары құтты болсын, дендері сау болсын. Көтерген отауларының шаңырақтары биік болсын, терезелері тең болсын. Үйлерінде әрдайым той болып, шақалақтың дауыстары кетпесін. Не дейміз, Темка? Келін құтты болсын. Өзіңе қызмет қылатын, осы әулеттің отын жағатын келін болсын. Ильяс, сен өз қайын жұртыңды таптың, өз теңіңді таптың, теңіңе қызмет қылатын күйеу бол. Екі жақты да бірдей көр. Не дейміз? Бәріктеріңіздің үйлеріңізде той болсын. Осындай бас қосып, тойда бас қосайық. Бәріктеріңе той құтты болсын. Құрметті осы тойға жиналған тойшы қауым, қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы тойға келіп, ойнап, күліп, тілек тілеп жатсыздар. Рахмет бәріңізге де. Міне бүгін тойдың себепшісі мына 2 жас Ілияс пен Балнұр келініміздің бас қосу тойы. Жастар бақытты болсын әрқашанда. Денсаулықтары мықты болсын. Темір, мына бүгінгі қуаныш құтты болсын. Арана болғанда басқаша болар еді. Орны бөлек бауырымыздың жатқан жері жайы, топырақ торқа болып, әрқашанда осы балаларын, бала-шағасын желеп-жебеп жүре берсін. Той-тойға жалғасын. Жалғыз ғана бақыт тілеймін. Жастар бақытты болсын. Сені сау болсын. Бүгін Темір күй баламыздың үйінде, қайынсының үйінде үлкен той. Ілиясжан келіншекпен бақытты болып, әрқашанда құрған отауларының босағасы берік болсын, керегесі кең болып, шаңырағы биік болсын. Мақтан жететіндей азамат болып, мақтан жететіндей жаңағы келін болсын. Құтты келін болып келсін ортамызға. Артықшамызға той құтты болсын. Әрқашанда Темірдің үйіне той деп келейік. Темірдің да бір басы екеу болсын. Әрқашанда әйтеуір тілегін тілейміз. Балдарың бақытты болсын. Болыңыздар ма? Не болды мына микрофон қойдың басы емес қой, әркім ғана сұрайды. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қонақтар. Темір атты той құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Сіздің үйге тек той деп келейік. Барлық осы той бәріңізге де жұғысты болсын. Тек той болсын. Той деп келейік. Ілияс, сол қолыма отырған құсы құтты болсын. Темірата тойыңыз құтты болыңыз, тойда қызметте жүрген. Жезде қыздар той құтты болсын, Ілиясқа құсың құтты болсын, бізге де жұғысты болсын. Рахмет. Мен ойладым, осыны алып кетейін деп жатсыздар-ау деп микрофон. Сөйтіп екіншісіне сұрап алып келдім жаңа үйге барып. Құрметті нағашылар, тойларыңыз тойға ұласа берсін, тілектеріңіз қабыл болсын. Бұл той тек қана Темір ағаның емес, сіздердікі де, сіздердің үлестеріңіз бар. Сондықтан, құрметті нағашылар, бүгінгі көңіл күйіміз қалай бір? Көңіл күйлеріңіз қандай? Солай болса, құрметті нағашылар, сіздердің құрметтеріңізге бізден бір ән болады. Жақсылап тұрып билеп аламыз. Келіңіздер.
Nağaçlar neujeli bir hoş-hoşemet көрсетейmiz nağaçlarga. Nağaçlarga nege olsa hoşemettin bäri sizlerden hürmetleringizdir. Toylarınız mabağlasa versin, kanege orumuzda joyga solay. Al olay bolsa, hürmetli agaylar, бүгүнкү тагыда Актилектин алаңына казак болсо Куда болду кыйлайтын, Кудасын Кудайындай сыйлайтын халыктын бирimiz. Бүгүн минеки Кудайга шүкүр Темир агабыз өлген өскен әулеттердің бірі дейміз. Осы әулетке құда-құдағилар барлықтарыңыз келіңіздер ортаға. Құдалар мен құдағилар, құдашалар мен құдалардар, сәнге келіңіздер. Rahmet, басқасын білмем құда-құдағилар керемет көңіл билегені. Рахмет, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Құдайға шүкір, Темір ағамның құдағиларының барлығы бай. Бірақ ең ішінде біреуі бар, миллионер құда. Миллионер құда бар. Бірақ ол миллионер құдадан құдағилың өзі дейін бар. Ол қандай құда? Ортаға шақырып, өзі білетін шығар Таразға барып, миллионер құда атанған. Ортаға келгенде әлі құдағидың хабар жоқта келсін, Рахмет. Әйтеуір кірәттіңіз ба үйге соғыны? Мәшінде түнеп қалып отқан жоқсыз ба деп атқаным қоя. Ұмды көтіпін нөмірімді сізге беріп кетемді, еште жолдан алып кете салайын. Тойларыңыз тойға аласа берсін, қатарларыңызға нұр жаусын. Осындай мінекей құдалар бір-бірімен құрдастай, құдағилар бір-бірімен сырластай бола берсін дейміз. Ал үлкен құдағилардан бастайық. Үшеуіңіз келіңіздер, үлкенсіздерге. Келіңіз отырыңыз. Жоқ, ортаға шығып, түрлеріңізді көрейік, жұрт көрсін, ел көрсін. Ең бірінші ойбай, құдағи мынау мектеп көрімдік берейін жатқан шығар біреулер деп атқаным. Балдарыңыз бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, жетеуін шаңырақтар белгілі келетін жөн болсын, босағалары берік болсын, өмірлі шүгірлі болсын, жостандай төбелі болсын, аңсаған адамдарға жете берсін. Құдамын болсын, кенжақын Алла азығысын берсін, тойыңыз тойға аласа берсін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Әлемдер аулаты, әулеті, келіндеріңіз құтты болсын. Темір құда, бір балаңыздың басын екеу болып, бүгін қуанышыңызда шекпеп тұрған. Келініңіз құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын, өмірлі. Әрдайым сіздерге қызмет қылатын, елге қызмет қылатын бала болсын. Нарымыз көп, еліміз тыныштық болып, ауызбіршілігіміз мол бола берсін. Қойшы қауым, Темір құда, құдашаңыздарына риза болсын, құдашалар, бүгінгі
үйленіп жатқан екі жас бақытты болсын, өздерінен өсіп өссін, жақсы үлгілі семья болсын, өзіңе берімді болсын, Темір. Осы тойға жиналған ағайындар баршамызға құтты болсын келін. Келіннің аяғынан, көшінің таяғынан дейлі, осы келіннің басы келген қадамы өзіңе құн береке, шаңырағына той тамаша келе берсін. Өмір жасы ұзақ болсын. Рахмет баршаңызға. Ассалаумағалейкум қонақтар, той құтты болсын барлықтарынан. Сіздердің үйлеріңізде осындай той болсын, осындай билеп жүре берейік. Ассалаумағалейкум құда, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі жиналып отқан себебі Ильяс баламызбен келініміздің бас қосқан күні. Осы екі жасқа шаңыраға биік, керегесі кең, босағасы берік болсын тіккен отауын. Әрқашан жақында сіздерге той деп білейік. 9 ай 9 күннен кейін сізге немере тойға өйстіп билеп жүре берейік. Сәлем бердім барлықтарыңызға. Тойшыл қауым, міне Ақтүйенің қары жарылып, менің үлкен құдамның үйінде жас ниет болып жатыр. Баласы үйленіп, құда балам келіншек әкеліп, Ақтүйенің қары жарылып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, бақытты болсын балдар. Құдалығымыз мұңшылдық болып, арамызда күліп ойнап барлықтарыңыз жүре беріңіздер. Аққұмыс құдағай, құдағайлар тойларыңыз құтты болсын, барлықтарыңызға да жосты болсын. Ильяс, қондырған құсым құтты болсын қолыңа, бақытты болыңдар. Қонақтар, міне қадірменді құда-құдағайлар, тәке, құдам, бүгін міне балаңыздың бақытты тойы құтты болсын. Елеміз міне балдарыңызға ден саулық тілеймін. Осы балдар аңсаған армандарына жете берсін. Осы балдарыңыз өссін, өнсін дейміз. Өрістері көмейе берсін. Әрдайым отбасыңызда, әулетіңізде той бола берсін дейміз. Той деп келейік бәріміз. Тойыңыз құтты болсын. Той баласа берсін. Сол қызметте боласыз. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум қонақтар. Темірғыдан келініңіз құтты болсын. Үйленіп отқан екі жастың тіккен отауының шаңырағы кең, керегесі кең болсын. Асық ойнаған ұлдары, кесе тіккен қыздары бола берсін. Жастар бақытты болсын. Темірғыда тойларын құтты болсын, балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Қадірменді қонақтар, міне бүгінгі жиналып отырған себебіміз Темірбек құда. Мына бір балаңыздың басы екеу болып көбейіп жатыр екенсіздер. Әрқашанда осы жастар бақытты болып, үйлеріңізде той болып, насып болса немере шөбере сүйіп, соларды ертіп, үлкен ақшашты шал болып қартайып өре беріңіздер. Барлық үйіңізде жастар. Құдағи, Мәдина құдағиға бермесем, жоқ, бұл мені өкпелемеймін, оны бәкең айтты. Құдағиына бермесең, мен үйге кіргізбейді деді. Құрметті құда-құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын. Мына екі жастың аттап келген табалдырығы құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Тойлар, үйлеріңізде той болсын. Той қалғасын. Құдағиыңыз осындай ақ көңіл, жылауықтау. Сөйледіңіздер ма? Сөйледіңіздер ма? Мына екі құда бір-біріне ұқсайды екен, кәдімгідей ауылмайды екен. Ау? Сол үшеуі же бұлай бір-біріне ұқсайды екен. Мына екі құдағи да бір-біріне ұқсайды, біреуі қыста, бірақ біреуі жазда туылған сияқты.
Осындай құдалар бір-біріне ұқсастық болып, балдарыңыз бақытты болсын дейміз. Қуаныштарыңыз тек қана жыл сайын көбейе берсін, бір-бірлеріңіздің қуаныштарыңызды бөлісіп жүре берулеріңізге тілектеспін. Ал құда-құдағилар, көп кісі сөйлемей ма? Тілегіңіз қабыл болсын, барлықтарыңыз солай болса, құдаларды бір ортаға шығарып, бір жақтан бір бұл кісілерді де билетіп алайық. Келді, қарай. Рахмет, құда-құдағилар. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық, үй-бұларықта 100 жылдық болып деп, сыйластық болса арада сонда олар мәңгілік деп, бір-бірлеріңізді сыйлап құрметтеп жүре берулеріңізге тілектеспін. Ал енді құрметті ағайындар, енді барлықтарыңызды, яғни ақ тілектің алаңына шақыру менің міндетім. Сондықтан сабыр сақтайық, беташарды бастаймыз. Егер қазір беташарды бастап жіберсек, одан кейін қонақтардың барлығы кетіп қалатын түрін өздеріңіз де білесіздер. Ал енді мен ортаға, құрметті ағайындар, осы әулеттің жиендері бар ма? Ақ тілектің алаңына шығатын жиендері болса келіңіздер, және ол кісілерге қоса, яғни жиендер бар ма? Апа жезделер, сіздер де келіңіздер. Құрбан бар. Сіздер де қалып кетпеңіздер. Және де класстастары бар екен, Бақытжан, Шарипа, келіңіздер достары. Яғни Темір ағаның класстас достары, сіздер де келіңіздер. Барлығыңызға ұлттың бір тілек береміз. Содан соң астың батасын алып, той балаудың содан соң беташарымызды жалғастырып боламыз. Яғни көршілер де бар екен. Көршілер қайда? Темірхан ағамыздың көршілер, сіздер де келдіңіздер, қалып кетпеңіздер. Қайда көршілеріміз? Көршілер барлығымызға қосып бір-ақ тілек беріліп, ренжімеңіздер, өздеріңіз білесіздер, уақыт бір құдайдікі болғанмен, отқан жеріміз бір байдікі дейді. Сондықтан екі жаққа бағынуымыз керек. Сәлем соң үлкен кісілерді де көп күттірмей, беташарымызды бастайтын боламыз. Ал енді бөлемізден бастайық. Әниет аға, келіңіз. Ортаға шығыңыз. Бүгінгі мінеки бөлеңіздің қуанышын керемет ақ тілекпен бөлісіңіз. Ассалаумағалейкум. Құрметті алыстарынан келген қонақтар, тойшы қауым. Мінеки мына бүгін Темірбек нағашымыздың үйінде ақ түйенің қарын жарылып жатыр екен. Әлбетте әр нәрсенің бір себебі бар ғой, себепшісі бар. Оның себебі мынау баласы бір бас неге болып, Ильяс қаламыз үйленіп жатыр екен. Тойларыңыз құтты болсын, Ағашеке. Тойларыңыз той боласын, талаптар оң болсын.
әрқашан осы алла шағаныздың алдында осылардың қызығына тоймай аман-есен жүре беріңіздер. Мына үйленіп жатқан балаларымыз бақытты болсын. Алладан ел тілесе тілектерін берсін. Келешекте бір жақсы елге елеулі, халыққа қалаулы үлкен азаматтар, азаматша болып, елдің алдында отбасылардың бірі болсын. Солардың қызығына тоймай сендер жүре беріңдер нағашы. Алла нәсіп етсе, келесі жылы осы Темірбек нағашымыздың үйіне бесік тойға келуді Алла нәсіп етсе. Құрметті қонақтар, Тимур, мына 2 жас құрылатқан шаңырақтары биік болсын, саған берік болсын. 2 жас бағытты болсын. Тимур бүгін осылардың той болып жатыр. Құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, өмірлері жақын. Тек қана ертеңгі жұмысты болып, сені қуанта берсін. Бақытты болсын достар. Ассалаумағалейкум. Ағайын туыс бауырлар. Кластасын. Жас ұзақ болсын, дені сау болсын, халқына қалаулы, елеулі азамат болсын. Ең жақсы сенген бірі болсын, қатардың алды болсын. Әрден сенген тойдық дедік. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Біз мына Тимурдың көршісі болып келеміз. Тимур бүгінгі той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Көтерге отау, жаңадағы биік, ерегес қиыла берсін. Балдар бақытты болсын, өмірлі жүргізі болсын. Құрметті қонақтар, неге бүгін Алланың сәтін салған күні мына Темір бауырым деп айтсам да болады. Бұл менің азаматыммен бірге істеген, сонау Өзбекстаннан Зарапшанда да араласқанбыз. Міне келіп Қазақстанда да бірге көрші болып, бір пәтерде бір домда тұрып жатырмыз. Бүгін рияс боламыз, үйленіп жатыр мінекей. Қазақстанның мен деген бір отбасы болсын, балдарым бақытты болсын. Адамның арманы ғой. Ер баланы да, қыз баланы да үйлендіріп, солардың отау болғанын көріп, мінекей келін алып, аталық парызын атқарып жатырсын, ардастырған жай. Мына ұзақтан жақыннан келген барлық ағайындардың қадамдары құтты болсын. Мына жаңа отау құрып жатқан Ілияс баламыз бақытты болсын. Ілиястың 2 бауырына, 2 қызыма да алғыс айтамын. Жүректері ұшып айналайын. Рана көрмей кетті ғой енді, сендер көріңдер бақытын, қуанышын бауырларыңның. Ілияс балам мен деген Қазақстанның бір семьясы болсын, тойларын тойға бассын. Әрдайым осы Тимуржанның үйіне тойға келейік. Айналайын Тимур келіннің құтты болсын және бір марта. Көршілердің атынан, өзінің атынан алғыс, мың алғыс, қалдан бақытты болсын. Олеге той құтты болсын, 2 жас бақытты. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Тойларыңыз құтты болсын. Алтын ағашым. Қуаныш шықса ортақ. Қанша мұның жас тілектер айтылып жатыр ғой, тілектер періштелер бағын шығылсын. Алтын ағашым, негізгі ағашым қанша қысқы. Қуанышымызға ортақпыз. Осы тілектердің бәрі осы періштердің қағыда шалынсын. Тойларыңыз той оласа берсін. Тек қана еласымен келініміз бақытты болып. Жаңағы сол періштердің құлағына шалып, Алла Тағала тілектеріңізді бәрі жағымызды қабыл етсін. Тек қана Алланың нұры жаусын.
алла тағаламыздың шапағатына бөленіп күліп ойнап жатсақ жүре берсін. Тағы да тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ұзақ жақына келген ағайындар. Міне бүгін Қайдың үйінде әпкенің қатын жарып жаным. Баламның басы екі отыр екен, балаларым бақытты болсын, дендері сау болсын. Мінекей Несібелжан, қызым айналайын. Табандарды тарсылдап, неше күннен бері осы есіктені береді, табандарды тарсылдап, осы жүгіріп, желіп, осы ақтайтындай келіп, осы жаным балаларым. Еліне, халқына қызмет ететін бір атаның ұлы емес, адамның ұлы болып, елге қызмет ететін азаматтардың бірі болсын жаным. Бақытты болсын жаным. Әрқашан денің сау болсын, осыларға басшы, осылардың қызығын көріп, сенен біргелікте осындай қуанышты күндермен ортақтасып жүре білейін жаным мен сені. Мен біздер кім деп отырған шығарды, бұл бала менің қайным туған бөлесі болып келеді біздер. Енді туған бөлесі менің жалым. Балдар бақытты болсын, тойлар құтты болсын жаным. Әрқашан дендеріңіз сау болып, тек қана жақсы күндерді көріп жүрейік. Галчика, Бабуле, женщина с бақытты жақсы счастье, и вам здоровья побольше. Бүгінгі қуаныш Ильяс Қайным отау құрып жатыр, шаңырақ көтеріп жатыр, шаңырағы биік, терезесі тең болсын. Қолына қондырған құсы құтты болсын. Үбірлі шүбірлі болсын. Асы ойнен ұлы, кестетілетін қыздары болсын. Әлім әулетін, Темірбек Қайнаттан әулетін ұрпақтарын өріп өтіп, үбірлі шүбірлі көп балалы болып өсе берсін. Армысыздарына тойға жиналған қауым, қош келдіңіздер. Сыйлап келгендеріңізге мың рахмет. Бүгінгі үйленіп жатқан әнім қосағарсын, бақытты болсын, өмірлі шөбірлі болсын. 9 айдан кейін тағы осындай болып, осының кафесінде шынайғаға келейік. Барлықтарыңызға рахмет. Қуанышымызды бөліп келгендеріңізге. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын дейміз. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болып, өмірлеріңіз ұзақ болып, тілектеріңіз қабыл болып, ауызбіршіліктеріңіз болсын дейміз. Тілек қабыл болсын. Ал қарайы құрметті ағайындар. Ешкім қалмады, барлық сөйледіңіздер ме? Коллективтер сөйледіңіздер, тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді, құрметті ағайындар, адам деген пен деген, жоқ болып кету дем деген, бұл өмірдің қызығы сіз біздескен ердеген дейді. Осылай сіз біздіктеріңіз ажырамай жүре берсін дейміз. Және де осы сыйласып жүрген кісілердің бірі тағы да Шәмшат ағамыз ортаға келдіңіз. Жұбайыңызбен бағана шақырып едім, болмаса әдейілеп шақырмаса ол кісі шыға қоймайды деді. Шәке!
жерден келген Ыбырай ағамыз жұбайымен келсін. Рахмет, қадамдарыңызға нұр жаусын. Осылай шапан жаппаса, сізді ортаға шықпай сөйлемейді деген соң күні бірін жауып қойып жатырмыз. Ассалаумағалейкум қауым, баршаңызға той құтты болсын дейміз. Жәке, той құтты болсын. Осы келіннің қадамы сізге бір береке болып келсін. Елін жастар бақытты болсын. Біздер әрдайым сол осы жақсы күндерге қызметінде, қызығында көріп билеп жүре берейік. Жастар бақытты болсын. Баршаңызға той құтты болсын дейміз. Ассалаумағалейкум баршаға. Тойдың куәсі бізге де бұйыртты. Тимур аға, тойларыңыз құтты болсын, балалар бақытты болсын. Қуаныштарыңыз болып бақыз. Біз қуаныштымыз. Мен ойлағама шапан көмірін жаппады, тақпаға айтама. Тоңыз жерде кеудесіне қарасақ сондай адам жақсы ғой. Кейін бөлі шақырған кезде шыққан кезде ойладым. Бір төрт-көз көбет айтып тастайды шығар. Тойларыңыз тойға аласа берсін, сыйластықтарыңыз мәңгілік болсын. Сіздердің де қадамдарыңызға нұр жаусын. Екі ортада той тойлап жүре беріңіздер. Тойларыңыз тойға аласа берсін. Өздеріңіз білесіздер, енді ұл өспеген батасыз елімізде, қыз өспеген батасыз үйімізде дейді. Жаңбыр менен жер көгерсе, бата менен ел көгереді деп бүгінгі, яғни беташардың, яғни қонағасы қалаудың батасын алып, содан соң жаңа түскен келінді ортаға алып шақырып, бетін аштақпа деп отырмыз. Ал енді батаны нағашы, Ілиястың нағашы Бақыт ағамыз келсін. Ал, құрметті ағайындар, бата сұраймыз. Екі жас бақытты болсын, той-тойлар болса берсін. Рахмет, батаңыз қабыл болсын. Алақаныңыз сипағанға ішіне көп әріптер жазып алған ба десем, ішінде дым жоқ. Батаңыз қабыл болсын. Ең бастысы шын жүрекпен, ниетпен берілген бата дейік. Ал енді құрметті ағайындар, ортаға жаңа түскен келінді абысындары қанекей алып шықсын дейік. Аңдығайын жас келеді,
Ал енді құрметті тойға келген ағайындар, бүгінгі мінекей бетажарымызда той иелерінің енді айтуы бойынша барлықтарыңыз енді білесіздер, менің атым шықпай қалды деп ренжіткен де болады, сондықтан ешкімнің көңілін қалдырмайын деп. Жақсы келін, яғни бетажарда адамның атын айтылуына қарамайды, уақыт келе барлығы өзінің кімнің екенін танып алады. Сондықтан құрметті ағайындар, ешкімнің атын атап түсін түстемейміз. Жалпы ағайын туыстар, ата-енелер дейміз, жалпы нағашылар деп шақырамыз. Барлық өздеріңіз білесіздер кімнің қай жақтан келіп отырғанын, сондықтан келінге деген көрімдіктеріңізді атым шықпады деп бермей қалталарыңызға алып кетіп жүрмеңіздер дейміз. Ал енді құрметті ағайындар, мінекей атадан балаға қалған салт дәстүріміздің бірі жаңа түскен келіннің келінді халықпен таныстырып, ақыл айтып, бетін ашу бізге бұйырып тұр екен. Олай болса, сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі жаңа түскен келіннің бетін ашуды бастаймыз. Қойғанда жастар жағы сені күтіп қоғадай жапырылды. Атайының жүрі қуанып жас балашай, табайғаны көз ілмей атырылдай. Сондықтан да сыйлап жүр айналайын, дәл сен үшін өзірді батырылдай. Келін жан құтты болсын, келін жан құтты күндерің атта қалдай, бұл деген өмір заңы сапырылдай. Келін болған үйімді ойлағайсың, мешітте сұрай қалсың мақырыңды. Инстаграм, тиктокты ұмыт келін, енді үйленіздерсің жақыныңдай. Қабағын қаш береді қайын жұртқа, варенье печенье мен сақырыңдай. Ауылайма көршімен тату болған, ел көрсін сенің іске татырыңдай. Ел жұртың мақтап жүрсе қор болмайсың, байқамасам халықтың хақымыңды. Заманауи заманның заңы бөлек, ешкімде естімесін жатыныңдай. Түйе сиырып саумайсың баяғыдай, шелек ұстап ауыртпай тақымыңды. Бұл күні телеграм WhatsApp шықтай, не жазды деп қалай бас қатырылдай. Бостан босқа жоғалған уақыт
келместейді батпаққа батырылды. Сондықтан да бұларға көңілбей, келінжан болған келсе атың үлгей. Сенен де кішкентайлар бар қасыңызда, дұрысы соларға айт ақылыңды. Кеңе жай болсын ау керегеней, батаменен, жақсы адам батаменен көгереді-ай. Өзіңе керегін ал өміріңе, өсет сөзді қалдырдың өнегелай. Алдымен таныстырам мен еліңді-ай, солар сенің өтер беделіңді. Екінші танысын нұр жүзіңді, кейінгі жастар алсын сенілге. Бұныңда жолын білгенің, Аллаға болсын құлдығың. Риза болмай өлер бақ жақсара қоймас тірлігің. Осы елден өмірден өткен аруақтарға, яғни жұрайынды осы өмірге алып келген Рано енеңіздің құрметіне келін арнайлап қосқан сәлемет дейсің. Ата деген асқарытау, биігін аққар басатын, ақылы мол дария олардан жан жоқ асатын. Ақылы асқан қымбатты, келіп бұрмында енелер, бәрі де саған тілеу құр, көпті көрген көнелер. Осы тойға келген, және де келе алмай қалған ата, әже, енелеріңе келін, қос-қостан жалпы барлығына келін, қос-қостан сәлемет дейсің. Ата, әже, енелерге сәлем. Бойына шаттық қиылып, атаң түрмене сүйеніп, Темірбек аға өз атаң сәлем сал келін иеліп. Өз атаң Темірбек ағамызға келін, қос-қостан сәлем еткесін. Ал қалғандардан құрметті ағайынды, қошемет болсын дейді. Ал Темірбек ағай, келін алған қандай екен тамашамай. Тамашама, ал ата атанған одан бетер қандай екен. Ол да тамашама. Көрімдікті қалтама салып кетсейші, менде жұғысты болсын деп сусын алып ішейін оңашадай. Келінжан қайнағаңа қайнатан Темірбекке арнайлап сәлем салышы. Темірбекға қалтама қолымды салып кеттің ба, я қалтамдан барын алып кеттің ба? Қалғаның білінбей қалды. Көңілін ірінішке қимайтынем, атанды қайта-қайта тұрғызды деп өзіме көрімдікті сыйлайтынем. Дегенмен азамат күйеу балаңы жақсы адам ба, әдеттен азамат қашпаған бай. Аңдамай-ақ өзі келіп сап кетті ғой, қарындасымыз кішкентайынан талап тастаған бай. Осындай күйеу балдардан айналып кетесің ғой,
келін қос-қостан сәлемет. Яғни осы әулеттің үлкені Темірбек ағамызбен және де Ілиястың нағашыларына келін арнайла қос-қостан нағашыларға сәлемет дейсін. Алай болса тағы да нағашылар, жалпы нағашыларға ол жерде бөліп жатқан жоқпыз. Нағашы жұртына қос-қостан сәлемет дейміз. Сәлем сал дейміз. Нағашылар, яғни нағашы, қайнаға, қайната, ене абысындар, қайнафа, жеңгелеріңе, барлық нағашыларға келін қос-қостан сәлем. Осылармен көрініп жақсылардың жолын көз, қайнағалар сайлап тұр келінге деген көрімдік. Әрбір сөзі балғымыз, өмірде жалсын жарқымыз, тату болса абысын, ас көптеген халқымыз. Яғни қайнаға абысындарыңа келін қос-қостан сәлемет келсін. Қайнаға абысындарыңа келін тағы да арнайлап сәлемет келсін. Ілиястың аға жеңгелері. Шуақты көктем көріп нұр, қуаныштан толып тұр, жан ашырым жаныңда аталарың келіп тұр. Әзірге жақын жан екен, көңілі аппақ қара екен, қалтасында жездейінің көрімдік ай мол екен. Барлық апа жезделерге несібелі Айымжан және де Серікпен Азаматқа, осы апа жезделеріне және де барлық апа жезделерге келін қос-қостан сәлемет дейсің. Деген есен. Есенге де арнайылап сәлем салшы келінжан. Атаға да арнайылап көрімдікті мына қалтама бердім екен. Есенге арнайылап келін қос-қостан сәлемет дейсің. Байсалды әрі сабырлы тереңге жайғаны тамырады. Келіпті бүгін думаға құдағи құда қаңырли. Осы әулеттің барлық құда-құдағиларына, құдашаларына және де құдағалдарға келін қос-қостан сәлемет дейсің. Жалпы құдаларға, құдағиларға.
Миллионер құда Таразға барып миллионер құда атанып келген. Арнайлап, яғни оразалы құдамызға келген қос-қостан сәлем еткен. Каспий принимает. Шақырса тойдан қоза қалмаған ау. Орекенде бүтін 5 күнді арнаған ау. Каспиймен арнаған ау. Негізі 10.000 теңге беретін ем. Ореген пенсиясын әлі алмаған ау деймін. Биігі болар жардың да, ботасы болар нардың да, ортақ болған тойыңа жиендерің бар мұндай. Осы әулеттің жиендеріне келіп, қос-қостан сәлем етейсің. Яғни, осы әулеттің бөлелеріне келіп қос-қостан сәлем етейсің. Каспияға білі жіберген екен. Комиссия ұстамаға жара? Сөзімнің болар жүрмесі, қайныларың келесі, оларға келін жақсатпай жігіттердің көресі. Қызғалдақтай ашылған, шықпайтын сірә қасығынан, келеді де келіншек, көңілі судай тасыған, еркежанды еркенде, арайлымды көркемде, бикештерге сәлем сан нұрға толсын, өркеудай. Қайнынелеріңмен, қайнысыңылдерге келін қос-қостан сәлем салайсың. Барлық қайнынелеріңе, қайнысыңылдерге. Қолыңның бүргесі шайшқынды, қоссасып сүріп кетер түстіңде, сағындықшы жігіттердің көздерінше, құшқынды құшағыма қыстыңде. Ата-енеңнің достарына жақсы келін бол алғаш. Ата-енеңнің осында тұрған кластас достары және де бірге жұмыс істейтін кәсіптестеріне де келін арнайлап қос-қостан сәлем еткейсің. Коллективтер барлыққа келін қос-қостан арнайлап сәлем салып отыр. Ата-енеңнің достары. Қуанышқа ортақ боп қызмет қылып қаншалық, жүгірген бәрі жан салып, өзіге етіп тамсанып, үйге келсе иіліп, сәлеміңді салғында, ағайыннан ауылдас көршілерің бар мұндай. Яғни көршілерге келін қос-қостан сәлем еткейсің, жалпы көршілерге. Жұлдызы
Аштың ойлап басқаның бетін ашқан келіннің әлбек бараңы мен болам. Әкем аты тұрған кедейлерге жем болам. Жүрегімде жалынымың өнеріммен танылдым. Сұрасаңыз ұруымдай қара кесек әлемің сөзім ұқсаң батасың, сапасын бақыттың дәнін татарсың. Қол жайып бата тілейіп ақсақал берсін батасын, ақсақал берсін батасын. Құрметті ағайындар, мен енді ортаға бүгінгі келіннің бетін кім ашады? Кімге аштырамыз? Әжесі, сонау Өзбекстаннан келген әжесі келіңіз. Келіннің бетін ашыңыз. Сәлеміңді саламыз, ана жерді ашамыз. Сосын жеңеше ештеңе жоқ, көрімдікке не саламыз. Бетін ашқан кезде байқаймыз. Бетін ашқан кезде байқаймыз. Бірінші көрімдікті саламыз. Содан соң бетін ашып, келіннің бетінен сүймейміз. Бетпақ көліндер көбейіп кеткен. Маңдайынан сүйіңіз, маңдайалы келіндердің бірі болсын дейміз, еркіне тесіп жүрме, егесі бар деп қойсаңдар. Олай болса, құрметті ағайындар, ал қанекей келіннің бетін ашуға рұқсат берейік. Абайларыңыз ішіңізден бір тепесін. İlyas, korkma kел. Біреуіміз күн түрлі өксің ол қасында тұрса еді. Нема? Жайнап жүрсең қып-қызыл кілем дейсің, мазатынай ұлбырым күлім дейсің. Рахмет. Ілияс, құсың құтты болсын. Бүгін мінеке осы ағай туыстың барлығы мінеке сенің ата-анаңды құрметті етің бергісі келіп отырған. Сондықтан осы халыққа риза боласың, тойға аласа берсін. Бүгінгі халықтың берген ақ тілегі және батасы қабыл болсын дейміз. Жасың нешеге кеп үйлендің? Дәл менің жасымда үйленген екенсің. Мен де сен сияқты үйленген кезде өзім бір түрлі осылай болып қалдым я. Өзімнен өзім күле беретінем. Сөйтсем әйел езуіңді жинайды, отағасы деп сыйлайды, алыс кетсең сағындырады. Әлемде әйелін жеңген еркек болмаған, уақыт келер келін сені бағындырады. Соған дайын болып үйленген шығарсың, ә? Я дейді. Мынау келінге берген көрімдік. Келін ұстағысы келіп тұр. Ол әбден үйреніп қалған. Осы соңғы ұстауым болсын, одан кейін келін ұстай тұрмыз бәрі. Оны кімге береміз? Ал ойында, құрметті ағайындар, осы балдар бақытты болсын деп, бір барлығымыз орнымыздан тұрайықшы. Екі қолды көтерейікші аспанға. Бір құттықтап, құттық! Бірге кәне. Рахмет. Ал келінжан, осы әулетке адам келін болам деп, осы әулеттің ұрпағын одан әрі көбейтіп келіндердің бірі болам деп уәде береміз ба, біздің қазақ келіндер уәдені қалай берген? Иіліп тұрып, үш рет осы келген қонақтың барлығына сәлемет дейсің. Бір, бақытты бол.
Рахмет. Бақытты болды, біреу айқайлап қойды. Ешкім бұл солай болсын. Ал енді жастары бақытты болсын, бүгінгі мінекей көтерген шаңырақтары биік болсын дейміз. Ортаға батаны, ортаға құрметті ағайындар, Таңатар ағамды шақырайын, ол кісіге қоса және өздеріңіз білесіздер, ақ тілектің батаның артығы жоқ дейді. Таңатар аға келіңіз, осы кісімен бірге, осы, яғни бұл кісі де өніп өскен әулеттің бірі деп құдасын ортаға шақырайын. Қореге сізде келіңіз. Ал, құрметті ақсақалдар, осындай біреге өздеріңізден кейінге тек қана баталарыңызды беріп жүрулеріңізге тілектеспін. Міне құрметті қонақтар, жаңа тамада жігіңіз айтқандай, жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер дейді. Міне балаларына бата бергім келеді. Ілияс балам, өмірде бақытты бол, жұмыста табысты бол, әр уақытта құрмет иесіне бол. Енді не қылайын? Әумин десең қолым жай, мен бір бата берейін, бергенде бата не дейін? Әуелі Құдай оңдасын, малың менен басыңа еш жамандық қонбасын. Берекелі бақ қонып, өсе берсін жанбасын, несіген артып күн сайын өзегің ешбір талмасын. Жаратқан жаппар жар болып, пендеге күнін салмасын. Жаратушы құдірет, жарылқаудың қамын ет, қайырлы ғұмыр кешуді ұрпақтарға нәсіп ет. Қосылған осы жастарды Злиха мен Жүсіптей бір-біріне ғашық ет, ғайып берен 40 жылден назарыңды салып өт, тар жол тайғақ кешуде көмектесіп алып өт. Бақыт байлық перзентке еш болмасын қасірет, ықыласпен тілеген тілегімді Алла қабыл ет. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін, қырда жүрген қыдырды алдарыңа ап берсін. Дастарханың мол болсын, қайда барсаң алдыңда жарқыраған жол болсын, дұшпандарың құл болсын. Аумин, батаңыз қабыл болсын. Дәл осы батаны Орекең жаттап келіп еді, басқа айтады енді. Басқа айтады. Кешегі бата ба Ореке? Бұл кісі көп айтты, мен қысқа айтам. Жастар бақытты болсын, әрқашан осыға құда мені той деп білейін. Көрдіңіздер ме? Жаңа батаны айтайын деп отырды, оған ағамыз беріп қойғаннан кейін де. Ал олай болса, жастар бақытты болсын дейміз. Ал енді келіннің қолын тәтті шай ма осы жерде? Ортаға шығып билейін дегендерге де рұқсат береміз. Оған дейін рұқсат берейік. Ал, жастарға рұқсатымызды бердік. Ілияс, қолды келінді жіберіп орда. Жіберсейді болды. Ал, қане келін. Ал, баршаңызды ортаға биге шақырайық, оған дейін келін тәтті шайдан келейік.